Баршаларыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін этиология тақырыбы патофизиологияның ең алғашқы баспалдағы іргетасы болып табылады. Сол үшін жақсылап жайғасып, конспект жазып, түсінбеген жерлеріңізді қайта көріп алыңыздар. Кеттік достар. Мен мына видеоны стоматология курстарына түсіріп жатырмын. Сол үшін мысалды стоматологиялық мысалмен келтірейін. Этиология дегеніміз бұл ауруды туындататын себеп факторларды зерттейтін патологияның бір бөлігі болып табылады. Яғни, бірінші бұл алдын алу, тісті жуу. Тіс жуылмаса, организмге жаңағы тіске бактерия қонады. Бактерия ары қарай шірітеді тісті. Яғни, бұл симптом уже. Симптомы. Сіздердің алдарыңызға тістің шіруімен келеді. Негізі алдын алу болғанда, тісті жуғанда бактерия болмайтын еді. Бактерия болмаса, тістің жаңағы шіруде болмайтын еді. Сол себепті әрқашан алдын алып жүру керек. Алдын алынбағаннан кейін тіске обязательно бактерия қонады, ол уже этиология болып табылады. Осы этиологияны бүгін біз зерттейміз. Және сендердің алдарыңа уже симптоммен келеді, тістің шіруімен келеді. Кеттік, келесі слайд. Барлық себептік ықпалдар екі топқа бөлінеді. Яғни эндогенді және экзогенді. Бірінші сыртқы экзогендіден бастайық. Физиологиялық, физикалық. Физикалық бұл көбінесе ыстық суықтардың әсерінен болады. Механикалық, яғни темірлердің әсері, мыжылу, кесілу, шаншылу, солардың әсерінен болады. Ал химиялық бұл дәрі-дәрмектік заттар болады, Ал ішкі факторларға келетін болсақ, бұлар зат алмасудың бұзылулары, бүйректің, бауырдың жұмыс істемеуі, яғни билирубиннің ағзада артып кетуі, немесе жаңағыдай мочевинаның ағзада артып кетуін жатқызуға болады. Ал биологиялыққа келетін болсақ, бұл биологиялық әртүрлі жәндіктердің шағуы, араның уы, соларды жатқызуға болады. Әлеуметтік эмоциялық деген бар, бұл стресс, күйзеліс, пробкада отыру, осылардың бәрі осы әлеуметтікке жатады. Генетикалық ерекшеліктері бар. Генетикалық ерекшеліктер бұлар көбінесе біздің ДНК-мызда болады ерекшелік, ауру сол ДНК арқылы тұқым қуалайды. Ал қоздырғышқа ағзаның жауабының қабілетінің төмендеуі жатқызуға болады. Ал одан кейін жүйкелік және эндокриндік бұзылыстарды жатқызуға болады. Одан кейін иммундық әлсіздікті жатқызуға болады. Және жаңағы айтқан сияқты зат алмасудың өзгерістерін жатқызуға болады. Бұл өзіміздің организмімізде болып жатқан эндогенді. Ал келесі слайдта организмге жоғарғы температураның әсері. Яғни күйіктің дәрежесі. Жоғары температура бұл бірінші тері қабатымызды қайталайық. Теріде 3 қабаттан тұрады. Эпидермис, дерма және гиподерма. Бірінші дәрежелі күйікте тері әдетте аздап қызарады міне. Тері қызарған. Ал екіншіде кішкене ісінулер болады, ішіне сұйықтық жиналады, циррозды сұйықтық. Теріде күлдіреуіктер пайда болады, көпіршіктер пайда болады ол жерде. Ал үшіншіде уже некроз ошағы пайда болады, айқын өзгерістер және көмірлену байқалады. Көмірлену дегеніміз бұл мына жерде некроз ошақтарының пайда болуы. Ал төртінші дәрежеде уже түгелдей барлық жердің некрозы болады. Уже терең ағзаларға дейін некрозданып кетеді. Ал келесі слайд. Келесі слайд негізі күйіктік ауру деген бар. Күйіктік ауру дегеніміз не бұл? Күйген аймақтың 15%-тен жоғары болуын күйіктік ауру деп аталынады. Яғни келетін болсақ, оны қалай білеміз? Оны жаңағы алақан әдісімен өлшейміз. Алақанымыз бізде 1% алақан. Осыдан 15%-тен жоғары болса күйіктік ауру деп аталынады. Яғни басымыз бұл 9%, бетіміз 4,5%, арқа жағы 4,5%. Қолдың алдыңғы бөлігі 4,5%, артқы бөлігі 4,5%. Екінші қолда да сондай. Алдыңғы бөлігі 4,5%, артқы бөлігі 4,5%. Сонда бас 9%, екі қол 9%-тен
дененің алдыңғы бөлігі 9, төменгі бөлігі 9. Дене 2-ге бөлінеді, 18. Арт жағы да тура сондай. Бұл жағы да 18. 18 арт жағы, алдыңғы жағы 18. 2 18. Одан кейін аяқта да бір аяқ 18, екінші аяқ 18. 18, 18. Енді осылардың бәрін қоссаңыз 100% шығу керек. 18, 18, 36, 18, 18, 36, 72. Сосын 18. 9, 9-ымыз 18, оған қосамыз, 18 қосамыз, 90. 90-ға басты қосамыз 9%, 99. Міне мұна жерде шап аймағы дейді, бұл 1%. 100% шықты. Осылай күйікті есептейміз. Яғни бұл алақан әдісі болып табылады. Және 9-лық әдісі. Мынау 9-лық әдісі. Сатыларына келетін болсақ, күйіктік шок сатысы. Бірінші, қатты импульс болады организмде. Соның нәтижесінен миды жаңағы тоқтатып тастайды. Соның нәтижесінде шок болады. Келесі бізде күйіктің сатылары. Күйіктің сатыларына келетін болсақ, бірінші күйіктік шок. Яғни бұл ең бірінші шок болады, өйткені ол жаңағы жоғары импульс болған кезде миды жаңағы тежеп тастайды. Соның салдарынан шок болады. Екінші күйіктік уыттану болады. Одан кейін күйіктік жұқпалар болады. Яғни тері деген бізде қорғаныстық қызмет атқарады, барьерлік қызмет атқарады. Соның салдарынан инфекция, бактериялар сырттан біздің организмімізге түсе алмайды. Ал күйік болған кезде осы тері зақымдануының әсерінен жұқпалар пайда болады. Ал одан кейін күйіктік азғындық болады. Бұл яғни регенерация жасау мақсатында бүкіл белоктарды, жаңағы керекті нәруыздардың бәрін, амин қышқылдарды бәрін жаңағы күйік болған жерге организм сол жерге шоғырлайды. Соның нәтижесінде организмде күйіктік салмақтың азаюы болады. Және сауығы регенерациядан кейін сауығып өз орнына келеді. Келесі слайдқа кеттік. Келесі слайд бізде жасшалық деңгейді алып қарап көреге. Жасша мембранасының зақымдануы болады. Күйген кезде одан кейін натрий ионының сумен бірге жасша ішіне кіріп кетеді натрий ионы. Соның нәтижесінде жаңа жасша ісініп, жасша жарылады. Жасша жарылған кезде не істейді? Ферменттермен жаңағы ыдыраған белоктардың бәрі қанға шығып кетеді. Ісініп ыдырайды ғой, соның салдарынан қанға шығып кетеді. Бүкіл ферменттер, ыдыраған белоктар. Жасшадан калий ионы қанға шығуы бұл гиперкалемия. Яғни бүкіл ферменттер шыққан кезде калий де шығып кетеді. Бұл гиперкалемия алып келеді. Гиперкалемия не тудырады организмде? Бұл жүректің соғуының әлсіреуі пайда болады, және аритмия пайда болады бұл жерде. Өйткені импульс өте алмай жатыр организмге, яғни жүрекке импульс дұрыс өтпейді. Калий көп. Сырты, жасшаның сырты уже калийдің нәтижесінде бұлай импульстар өте алмай жатыр бұлай қарай. Жүректің ішіне. Жүрек бұлай 4 камерадан тұрады ғой. Жүрекше жаңа қарынша соларға импульс өтпейді. Және эритроситтердің гемолизі болады. Яғни жасшаның іші зақымдалып жатқаннан кейін эритроситтер де зақымданады. Жасшалық деңгейде осылай. Келесі. Яғни міне жасшаның сырты плюс, іші минус. Осылай айланып тұрады мұна. Екеуі былай минус былай қарай өтіп, плюс былай қарай өтіп, постоянно айланып тұрады. Ауысып тұрады. Әрекет потенциалы бұл енді физиологиядан сіздерге жақсы белгілі. Калий мен натрий ішке сыртқа кіріп шығып тұрады. Яғни калий бұл жақта негізі жасшаның ішінде болады, қалыптыда, және натрий жасшаның сыртында болады. Ал жаңағы ішіне натрийлар кіріп, жасшаны ісіндірген кезде калий сыртқа шығып кетеді, гиперкалемия болады жасшаның сыртында. Соның нәтижесінде мына жақтан импульс өтпей қалды сырттан. Келесі тақырыпқа тоқталайық. Келесі тақырып гипертермия. Яғни бұл да
сыртқы факторлардың әсеріне жатады. Яғни гипертермия бұл қызуды бізде организмімізде 36-7, 36-6 болса, кейбір біздің өңірлерімізде жаздың күні температура 41-ге дейін көтеріледі. Сол кезде біздің организмімізді реттеп отыратын гемостаз деген жүйе бар. Гемостаз яғни бұл қан кетуді, қан ұюды реттеп отырады, қалыпты жүрек соғуын, қалыпты тыныс алуды реттеп отырады. Сыртқы температура қаншалықты жоғарыласа да гемостаз соны реттеп отырады. Терінің қан тамырлары кеңейетті, сол жерге тері көп, тер бездері көп терді бөліп сыртқа шығарып отырады. Яғни күн сәулесі қаншалықты түскенімен суланып тұрады, сол жерден буланып организмге ыстық өтпейді. Оны Ақтауда, Қызылордада тұратындар көп біледі. Жаздың күні су шашып қояды, ыстықты басу үшін көбінесе. Солай ыстықтың бетін қайтарады. Және бұл кезде жылу өндіру азаяды, жылу шығару күшейеді. Яғни организмімізде бізде митохондрия бар, митохондрия сол жылуды өндіруді тежеп тастайды. Жылу керек емес, сыртта да бар ол жылу. Соның шығу жолдарын ағзадан соларды жоғары күшейтіріп отырады. Яғни тер арқылы шығарады, тыныс арқылы шығарады, өкпе арқылы. Солай организмнен шығарып отырады. Және дененің жылу киім бар, өткізбейтін жылу киім киген кезде жылуды сыртқа шығару шектеліп қалады. Содан гипертермия дамиды. Ағзада гипертермия, далаға шықпағаннан кейін ағзаның өзінде гипертермия көтеріліп кетеді температура. Қалың киімдер киіп алады, жылу сыртқа шықпаған кезде гипертермия дамиды. Мынандай. Дала 41 болса, организм күресіп бітті, енді сосын күресе алмай қалады. Сонымен гипертермия дамиды. Оның да теңгерілген компенсация сатысы бар, теңгерілмеген декомпенсация сатысы бар. Оларға қалай түсінеміз? Теңгерілген сатыда ағза жоғарғы температураны ұстап тұра алады. Яғни сырттан келген температураға ағза төтеп бере алады. Ал теңгерілмеген сатыда болса, организм төзімділігі бітеді уже, ішкі қордың барлығы бітеді, ағза нашарлай бастайды уже. Дене қысымы шектен тыс көтеріледі, зат алмасу басында қан тамырлық жүйе, тыныс алулық жүйе бірінші қозады жоғары қарай компенсация мақсатында. Одан кейін бірден тежеліп қалады. Ал тежеліп қалғаны бұл гипоксия дамытады сосын. Өйткені басында барлық ресурстарды қосып күресуге тырысады, нәтижесінде энергия организмде ресурс жетпегеннен кейін одан кейін төмендеп қалады, тежеліп қалады. Одан кейін гипоксия дамиды организмде. Қызба кезінде терлеу нәтижесінде көп сулар, сұйықтықтар жоғалтылады, содан кейін қан қоюланады, ағзада одан ары нашарлай бастайды уже. Уже басқа жерде су жоқ, уже не істейді? Қан қоюланып кетеді. Қандағы бүкіл суды тер арқылы шығарып күреседі организм. Одан кейін қан қоюланып, одан армен қарай организм нашарлай бастайды. Ал гипотермия керісіншесі. Бұл уже денеге суық тию. Бұл уже қыстың күні болады, суық тию. Ағзадағы жылуды шығару, реттелу орталықтары бұл жерде наоборот енді қан қысымдары тарылады бұл жерде. Сыртқа қарай жылуды жібермей тарылады, өзімізде уже іштей митохондриядағы жылу өндіру орталықтары күшейіп, бауырда гликогеннің ыдырауы жүреді, зат алмасу артады бұл жерде. Бұл жерде уже іштей организм күресе бастайды, жылуды көп шығарып. Бұл механизм барлығы ағзаның 36-7 деп айттым ғой, осыны сақтап тұру үшін күресе бастайды. Бұның да теңгерілген, теңгерілмеген сатысы бар. Теңгерілген ағза суық температураға бейімделіп кетеді. Ал теңгерілмеген сатысы бұл ағза икемділігін жоғалтып, барлық қызметтерін нашарлай бастайды уже. Бұл жерде де бүкіл ресурстарды қолданады бірінші, одан кейін ресурстар біткеннен кейін ағза нашарлай бастайды. Теңгерілмеген сатыда ағзаның қызметі төмендегеннен соң ол жерде сыртқа әсер ететін факторларға қарсы жауап қайтара алмай қалады. Уже бүкіл ресурстар біткеннен кейін сыртқы факторларға жауап қайтара алмай қалады.
бұл уже ары қарай үсуге дейін алып келеді. Яғни ағза жұмысы тоқтайды, сол жерде қан тамырларда жаңағы спазм болады. Спазм болғаннан кейін ол жерлерде жаңағы организмге керекті бүкіл энергия болсын, зат алмасу болсын, көректік заттар болсын, до конца бара алмай қалады. Одан кейін сол жерде бүкіл қан тамырлардың уже үсу, өлеттенуі басталады. Қыстың күні көп адамдар біледі, жаңағы қазір видеоларда көп, адамның қол аяғы жаңағы тақтай сияқты болып қалады, қатты тас сияқты бетіп ұрса, таң-таң деп дауыс шығып тұрады. Үсіктің де күйік сияқты 4 дәрежесін ажыратады. Бірінші дәрежесінде бұл сезімталдықты жоғалту және ісіну байқалынады. Екінші дәрежесінде күлдіруік пайда болады. Үшінші дәрежесінде күлдіруік пайда болып, уже бұл жерде кішкене қараюлар, некроз ошақтары пайда бола бастайды. Төртінші дәрежесінде терең өлеттенулер пайда болады. Қатып қалады уже. Құлақта да сондай, қолда да, құлақта да сондай. Күйік 4-ші дәрежесі. Біріншісінде үсіген мүшенің қызаруы байқалынады, мүшенің күлдіруі немесе қабыршықтануы 2-ші дәрежеде, 3-ші дәрежеде мүшенің өлеттену немесе некроздануы, 4-шіде терең тіндерге таралуы байқалынады. Міне. Терең жатқан тіндердің өлеттенуі. Келесі слайд. Төмен және жоғары атмосфераның қысымның организмге әсері. Яғни біздің қазір өмір сүріп жатқан жеріміз бұл 760 мм сынап бағанасы. 760 мм сынап бағанасында бізде қазір 21% оттегі бар организмде, қоршаған ортада, және 79% азот бар бізде. Қазіргі өмір сүріп жатқан жерімізде. Біз тауға шыққан сайын атмосфералық қысым төмендей бастайды. Демек, ол жақта оттегі де азая бастайды деген сөз. Оттегі не істейді? Біздер тауға шыққанда жүрегіміз тез-тез соға бастайды. Өйткені гипоксия дами бастайды. Қазір біздер мына 760 мм сынап бағанасында жүрген кезде 100% оттегіні қолданып жатқан жоқпыз. Көбісі сыртқа шығып кетіп жатыр. Ал мына жақта оттегі аз болғаннан кейін организм соны 100% игерем деп, жаңағы жүрек соғуы жиілейді. Ал оны жаңағы қазір айтам. Қалай не істейді? Бізде тауға шыққанда, самолетқа отырғанда құлағымыз бітеліп қалады. Ол неге десеңіздер, бізде сыртқы есту түтігі, ортаңғы есту түтігі, ортаңғы құлақ және ішкі құлақ болады. Бізде осы ортаңғы құлақта көбінесе эвстахи деген түтікше болады. Эвстахи. Сол түтікше негізі жұтқыншаққа ашылады бізде. Сол үшін біздер самолетта отырған кезде шайнаңыздар немесе жаңа конфет беріп қояды. Немесе аузыңызды ашып отырыңыздар деп айтады. Осы қысым жұтқыншаққа ашылып шығып кетсін деп, құлақ бітелмейді сол кезде. Негізі бұл атмосфералық қысым дегеніміз жердің тартылыс күші ғой. Қаншалықты жоғарыласақ, сонша тартылыс күші төмендей бастайды. Жоғары көтерілген сайын ауаның құрамындағы оттегі азайып, азот көбейе бастайды. Міне. Азоттың деңгейі артқандықтан ол декомпрессорлық жолмен қанға түседі. Қанда ол азот газдық эмболияға дамиды. Бұл газды ерте алмайды организм. Ол тері асты шелмайына жиналып, эмфизема дамиды. Терлік эмфизема. Яғни эмфизема дегеніміз бұл ауаның жиналып қалуы терінің ішіне. Қазір мен сізге айтам. Бұл жоғары және төменгі атмосфералық қысым ғой бұл. Осы тауға шыққан кезде азотты еріте алмай қалады да, қазір жердің астына түсеміз ғой келесте. Сол кезде уже ол газдар еріп кетеді. Қазір келесі слайдта көрсетемін мен оны. Ол да жаңағыдай теңгерілген және теңгерілмеген болып бөлінеді. Теңгерілген бұл біздер 4000 метрлікке биікке шығатын болсақ, атмосфералық қысымға, оған организм бейімделе алады екен. Және жоғары биіктікте оттегі аз болғандықтан қандай электроциттер көбейеді уже.
қан жасау жүйесі эритроситтерді көбейтіреді, тыныс алу және жүрек қағуын арттырады. Жаңа мен айтқан сияқты 100% игеріп қалу үшін қызметі артады. Оттегі деңгейі қанда төмендегендіктен анаэробты тыныс алу жүреді, уже ацидоздық метаболизмдік ацидоз дамиды. Яғни неге? Өйткені бізде оттегі болмаған жерде анаэробты тыныс алу, яғни анаэробты жолмен, яғни оттегісіз энергия жасалу басталынады организмде. Негізі аэробты, анаэробты деп екіге бөлдік, соның анаэробтысы басталады. Мынадан қалдық дүние бұл лактат. Лактат қышқыл болды бізде. Осы қышқылдың нәтижесінде ацидоз дамиды. Яғни бөлініп жатқан қалдық өнімдер осы лактаттардың әсерінен жүйке жүйесін бұзады және өзіне басқара алмауы мүмкін. Өзін басқара алмай қалады. Бөлініп жатқан қалдық өнімдері, яғни лактат, лактат өнімдері жүйке жүйесін бұзады міне. Өзін өзі басқара алмай қалады сөйтіп. Жүйке жүйесін бұзғаннан кейін. Лактаттың әсерінен бұл. Лактат, қышқыл. Қышқыл болғаннан кейін жүйке жүйесін бұзып жатыр. Теңгерілмеген деген бар уже. Мынау тауда уже 4000-ға дейін бейімделеді. Уже 4000-дан ары қарай бейімделмейді. 5000 метрлік биіктіктен асқаннан кейін уже организм икемделуі төмендей бастайды. Ауаның құрамында оттегі аз, ал ағзада демалған сайын оттегі жоқ, оның үстіне жаңа көмір қышқыл газдар шығып кетіп отырады. Міне, көмір қышқыл газдар да шығарылып отырады. Көмір қышқыл газы көп шыққаннан кейін алколоз дамиды міне. Газдық алколоз дамиды. Ары қарай тыныс алу және тамыр қозғыштығы орталықтары тежеліп қалады. Неге? Өйткені итак та оттегі жоқ. Және көмір қышқыл газын организмге алып қалу үшін осылай тежеледі тыныс алу орталықтары. Өйткені оттегі жоқ, көмір қышқыл газы көптеп шығарылып жатыр. Сол себепті. Және осылай бүкіл ағзаның қызметі төмендеп, соңында ағза өлуіне дейін барады міне. Өйткені оттегі де жоқ, организм икемделейін деп жатыр, бірақ оттегі жоқ. Көмір қышқыл газы да шығып бара жатқаннан кейін ақырындап тыныс алуы тежеле бастайды. Уже қозғыш тіндер орталықтары бәрі тежеліп, ары қарай уже өлеттенуіне дейін барады. Келесі слайдқа кеттік. Келесі слайд жоғары атмосфералық қысым. Яғни жаңа біз 760-та болдық қой, енді төмен қарай түсеміз. Төмен қарай қаншалықты түссек, сонша жоғары қысым болады екен. Жалпы механизмі. Жердің астында терең түскен сайын атмосфералық қысым жоғарылай бастайды. Бұл жерде не болады? Бұл жерде жоғары қысым ағзада қуыстардағы қысымды түсіреді. Яғни мысалы ортаңғы құлақтағы, яғни құлақ шулап, шаншып ауыра бастайды. Және өкпенің жарылып, содан ауалық эмболия дамуы мүмкін. Эмболия бұл өзі бір үлкен тақырып, оны кейін күштілеп тоқталып кетеміз. Оның да жаңағы артериялық, веналығы бар, эндогенді, экзогенді түрі бар. Одан кейін жаңағыдай лимфа айналымда жүрген эмболия бар. Ол жаңа піл аяғына дейін алып барады. Кейін бір үлкен тақырып түсіріп салатын боламыз. Жоғары қысым қандағы түскен газдарды ертіп жібереді. Яғни бағана ана жақта жиналып эмфизема болып қалды ғой. Бұл жерде наоборот сол газдарды ертіп жібереді. Қанға түскен бүкіл азоттарды майда жақсы ериді. Яғни азот бұл бағана ертілмей қалып еді, бұл жақсы майда ериді. Яғни ол қай жерде май көп, мида май көп. Миға барып ериді. Көп бөлігі мидаға ерітіп, азотты ми бұзады. Яғни азот бұл миды бұзып тастай алады. Осыған мысал ретінде келесі кессен ауруын келтірсек болады. Кессен ауруы бұл жер астынан, яғни жоғары қысымнан жерден
жердің бетіне төменгі қысымға бірден көтеріп жіберетін болсақ, соның нәтижесінде дамитын ауру кессен ауруы. Кессен ауруы бұл көбінесе бұл ауруда жоғары қысымда еріген газдар төменгі қысымға бірден шыққан кезде газға ауысады да, бірақ организмнен шыға алмай қалады, үлгермей қалады. Содан газдық эмболия дамиды бұл жерде. Газдық эмболия жаңағы айтқан сияқты, оған кейін тақырып түсіреміз. Жаңағы айтқан сияқты бұл жерде өзіндік бір үлкен ауқымды тақырып. Келесі, электр тоғы. Сыртқы факторлардың әсеріне электр тоғын да жатқызуға болады, яғни қысқаша тоқталып кетейік. Негізі электр тоғыны бір адамды, тоқты ұстап, бір адамды ұстасаң, сен өткізгіш болып қаласың. Екінші адамға өтіп кетеді. Немесе қолмен ұстасаң, аяғының астында су болатын болса, электр тоғын сен өткізгіш болып қаласың. Тоқ өтеді. Немесе бұл жерде жаңағыдай аяқтан өтеді, немесе жаңағыдай екі аяқтан өтеді, бұлай өтеді, бұлай шығып кете алады. Негізі электр тоғы бұл су сияқты тасып алып жүретін зат емес. Ол үнемі жылжып тұрады. Плюс, минус, плюс, минус. Электр тоғы плюс болса, минус ағзаға кіреді. Ол электр тоғы ұру үшін кіретін жері болу керек, және шығатын жері болу керек. Болмаса электр тоғы өтпейді адам организмнен. Ал құстарда неге екі аяқпен отырады, неге құстарға ұрмайды тоқ деп айтуы мүмкін. Бірінші, бұлардың аяғындағы қабыршағы төмен өткізеді тоқты. Ол мүлдем тоқ өтпейді деген әңгіме емес, бірақ одан да өтеді. Бірақ логика салып ойланып көрейік. Бірінші аяғынан тоқ өтті дейік. Жарайды, тоқ плюс болсын, құс минус болсын. Бірінші аяқтан бұлай тоқ келіп өтсе, шығатын жері болу керек қой енді. Шығатын жері тағы плюсқа, ол плюс-плюсті тебеді. Сол үшін құсқа өтпейді тоқ. Обязательно шығатын жері болу керек. Бұл жерде 2 плюс өтпей қалады тоқ. Сол үшін құсқа көп тоқ ұрмайды. Вообще тоқ ұрмайды. Өйткені шығатын жері жоқ құста. Одан кейін қай жерлерді зақымдайды тоқ? Тоқ көбінесе жүректі зақымдайды және миды зақымдайды. Келесі слайдта айтатын боламын. Міне механизмі. Ағзаға электр тоғы әсер еткенде, ол нейрондарға бірінші әсер етеді. Нейрондарды бұзады, жұмысын бұзады. Сөйтіп ағзаны бүрісіп қалып, жабысып қалуын алып келеді. Ең негізгі механизм тоқ жасшаны сыртындағы оң зарядты теріс қылып жібереді. Ішіндегі теріс зарядты оңға тез ауыстырып жібереді. Бағана көрсеттім ғой мен төбе жақта, мына жақта осыны электр тоғы міне осыны теріс қылып жібереді, мына жақты оң қылып жібереді. Міне соның нәтижесінде өлеттенулер пайда болады. Қазір міне соның әсерінен жасуша ішінде нәруыздары ұйып қалады, ал сыртындағылар ісініп кетеді. Соның нәтижесінде өлеттену пайда болады, ісік кетіп. Нәруыздардың өлеттену. Ең негізгі жиі зақымдалатыны ми мен жүрек болып табылады. Неге ми? Мида нейрондарға бай болып келеді. Ал жүрек өзінің өткізгіш жүрегі бар. Кез келген организмге тоқ ұрсын, ол жаңағы миды зақымдайды бірінші, екінші жүректі. Тоқ обязательно организмнен өткен кезде жүрек арқылы өтеді. Адамға тоқ ұратын болса, міндетті түрде жүрек арқылы өтеді. Қолмен қолдан өтсін, аяқпен аяқтан өтсін, міне. Қолмен қолдан өтсе де жүректен өтеді. Қолдан кіріп аяқтан шығатын болса да жүректен өтеді. Обязательно организмге тоқ ұратын болса, жүрек арқылы өтеді. Жүректі зақымдап өтеді. Келесі бізде ситуациялық есеп. Ситуациялық есеп не үшін қажет? Бұл студентті дәрігер сияқты клиническалық мышленияны өсіру үшін жасалған дүние. Яғни дәрігерлер сияқты клиниканы дамыту мақсатында. Кеттік, бірге талдап көрейік. Бұл ситуациялық есепте 30 жастағы адам, яғни қыста таулы аймақта жұмыс істеген. Бірінші мынау тау. Мына жерден сызылайық. Бұлай тау. Таулы аймақта жұмыс істеген. Ал оның биіктігі шамамен біздер 5000 метр деп тұр. 5000 метр. Біздер алдында слайдта айтып кеттік, 4000 метрге дейін бейімделеді адам организм.
5000 метрде ұзақ уақыт жұмыс істеген және тез түскен. Бірден түсіп кеткен. Подсказка. Сол күні суық ауа райы болған. Қолында және құлағында үсіп қалған. Қолы және құлағы үсіп қалған. Бірнеше сағаттан соң науқаста бас айналуы болды. Тынысы жиіледі, жүрек қағу болды. Және бұлшықеттерде тартылуы болды. Терінің көгеруі және аяқ қолдың жансыздану пайда болды. Тексеру кезінде, объективті тексерген кезде гипотермия, яғни температураның төмендеуі болған. 36-7-тен төмен. Және терісі бозғыл, суық болған. Және қол мен аяқталда күлдіреуіктер пайда болған объективті тексеру кезінде. Және тынысы және жүрек қағу жиілеген. Кеттік, келесі. Сұрақ. Науқаста дамыған негізгі патологиялы жағдайда атаңыз. Қандай патологиялық жағдай дамыды? Науқаста бірінші гипоксия дамыды, яғни терісі бозғыл, суық деуі байқалған гипоксия, таулы аймақта жұмыс істеген. Ал екінші дене температурасы төмендеген, яғни гипотермия дамыған. Екінші гипотермия. Үшінші күйік болған. Яғни күйік бұл қол мен құлақта күлдіреу бар. Бағана мен үсік болған кезде айтқан. Үсік дамыды. Үсіктің бұл екінші дәрежесі. Бағана слайдта айтып кеткен. Тынысы жиіліп, яғни тынысы жиі және жүрек соғысы жиіліп кетті. Ағзада гипоксия болғаннан кейін ағзада компрессиялық қызмет атқарып жатыр. Және 5000 метрден бірден төмен түскеннен кейін кессен ауруы дамыды. Жаңағы газ күйіне ауысып үлгерді, бірақ организмнен шыға алмай қалады азоттар. Соның нәтижесінде кессен ауруы симптомы дамып тұр. Екінші, бұл жағдайдың патогенезін қысқаша түсіндіріп кетіңіз дейді. Патогенезі бұл көбінесе биік тауда жүргеннен кейін гипоксия дамыды. Бірінші. Екінші жаңағы суық ауа райы болғаннан кейін үсік. Ол жерде жаңағы қан тамырлары спазм болды. Бұл қан тамыр спазм болып, ары қарай көректік заттар өтпей қалды. Көбінесе. Үшінші жаңағы кессендік ауру болғаннан кейін организмде азоттар газ күйінде жиналып қалады, сыртқа шығып үлгермей қалады. Үшіншісі бұл ары қарай қандай асқынулар дамыды? Дамуы мүмкін. Яғни мүмкін бұл жерде газдық эмболия дамуы мүмкін. Өйткені жаңағы организмге жиналып қалған азоттар ары қарай жиналып эмболия организмнен шығып үлгермей эмбол дамиды. Екіншісі бұл жүректік және тыныс алулық жеткіліксіздіктер пайда болады. Болуы мүмкін. Сосын жаңағы некроз болуы мүмкін. Үсік мына жерде үсіктің ары қарай некроз дамуы мүмкін. Және ацидоз, яғни эмбол бар жерде жаңағы бітеліп қалады, ары қарай көмір қышқыл газдары өте алмай қалып, организмнен сыртқа шыға алмай қалады, сол жерде жиналып ацидоз дамуы мүмкін. Ал алғашқы медициналық көмек бұл көбінесе негізгі принципі бұл жерде жаңағы суық тиіп, адам температурасы төмендеп жатқаннан кейін бұл жерде бірінші науқасты жылыту керек. Жай жылытамыз, бірақ мына жерде қол мен аяқта үсік болғаннан кейін үсік шалған жерлерді жай жылытамыз. Бірден ыстық жерге кіргізіп жіберуге болмайды, үсік болған кезде жай жылыту керек. Екінші, науқаста тыныштандыру қажет және науқастың жаңа қозғалыстан шектеу қажет, бір қалыпта ұстау қажет. Және бұл жерде гипоксия дамып жатқаннан кейін науқаста скорыйда жүргендер жиі білет, кипят аппаратымен оксигенация терапия немесе жаңағы кипят аппаратымен через назальный канюля арқылы бұл жерде оттегі береді көбінесе. Және бұл жерде жаңағы науқасқа эмоциялық тыныштық беріп, скорийдің келгенін күтесіз. Скорий келеді, доступын қояды, кипятты тексереді, доступ жүріп тұрма рабочий бәрін тексеріп, ары қарай үсік немесе жаңағыдай өзі по приказу қарайды. Больницаларда негізі күйгенді үсікті көбінесе 4-ші больницаға, ожоговый отделенияға көбінесе алып барады. Осылай. Ал кеттік көрейік, жауабы қалай екен.
әдейі жауаптармен жасап қойғам. Жауаптары: бірінші патологиялық жағдай бұл биіктікте гипоксия болады, 5000 метрде. Ары қарай кессен ауруы, яғни бірден жоғары биіктіктен терең түскеннен кейін кессен ауруы дамып, эмболия қаупі бар. Гипотермия, температураның төмендеуі бар. Одан кейін үсік бар. Үсіктің екінші дәрежесі, күлдіруік бар. Ал екінші патогенезіне келетін болсақ, биіктікте оттегі аз болғаннан кейін гипоксия дамыды. Ал қысым тез төмендегенде қанда еріген газдар көпіршікке айналып кетеді, яғни организмнен шыға алмай қалады. Суықта қан тамырлар тарылады және жылу жоғалту артады суық болғаннан кейін. Тіндердің көректенуі бұзылады, үсік дамиды. Бұл ары қарай некрозға дейін алып баруы мүмкін. Мүмкін асқынулары, газдық эмболия, кессен ауруы болғаннан кейін ацидоз, ары қарай көмір қышқыл газы шыға алмай қала жатады, қышқылданып қалады организм. Некроз, үсіктен ары қарай некроз болуы мүмкін, және жүрек және тыныс жеткіліксіздігіне дейін алып баруы мүмкін. Ал алғашқы көмек науқасты жылыту, бірақ үсіген жерлерде жай жылыту керек, қозғалтпау және тыныштық, эмоциялық тыныштық керек, және оттегі беру қажет. Осылай жиі есептермен дайындалатын болсаңыз, клиникалық мышленияңыз артады. Хош, сау болыңыздар, келесі сабақта көріскенше.